Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Ең алдымен біз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі күнді жазып болғаннан кейін сабағымыздың тақырыбын жазамыз. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Жалпы біз бұл тарауды бастау барысында жарық құбылыстарына толық тоқталып өтетін боламыз. Жарықтың не екендігін білетін боламыз. Жарықтың таралу жолдарын білетін боламыз. Және де жарықтың қолдану ауқымын білетін боламыз. Жарық құбылыстары мен оптикалық аспаптар адам өмірінде маңызды орын алады. Жарықтың таралу заңдарын адамдар құрылыс саласында және әртүрлі оптикалық аспаптар жасағанда пайдаланады. Сонымен жарық дегеніміз құрылысы күрделі, молекулалар мен атомдардан құралмайтын, өзінің толқындық немесе кванттық қасиеті бар физикалық құбылыс болып табылады. Жарықтың негізгі ережесі, жарық деген жиілігі 7,5 көбейту 10-14 дәрежесі герц және де 4 көбейту 10-14 дәрежесі герц интервалдағы адамда көру сезімін пайда ететін электромагниттік толқындар болып табылады. Немесе толқын ұзындығы арқылы айтатын болсақ, 400 нанометр, 760 нанометр аралығындағы адамда көру сезімін пайда ететін электромагниттік толқын болып табылады. Жарықтың вакуумдегі таралу жылдамдығы 300 000 км бөлу секунд. Жарық санамызға тәуелсіз өмір сүреді. Яғни жарықтың вакуумдегі таралу жылдамдығын кей жағдайда 3 көбейту 10-8 дәрежесі метр секунд деп алсақ та болады. Жарықтың әсері. Жарық арқылы біз қоршаған дүниені көреміз. Жарық арқылы фотосинтез процесі жүреді. Тұрмыста, медицинада, әскери техникада жарықты қолданамыз. Хлорофилл түзіледі жарық арқылы. Жарық сезгіш рецепторлерді тіркенеді. Химиялық реакция тудырады. Жарық арқылы сәулелену құбылысын бақылауға болады. Және жарық арқылы оптикалық аспаптарды жасауға болады екен. Жарықтың екі түрлі көзі бар. Дербес және шағылған. Дербес жарық көздеріне отын, электр шамының қылы, қызған металл кесегі, найзағай тағы сол сияқты мысалдар келтіруге болады. Шағылған жарық көздеріне аспан күмбезі, мұхит, теңіз, көл, өзен суларының беті, өсімдік, қар, бұлт жамылғыларының беті мысал болады. Жарық көздеріне мысалдар: табиғи жарық көздеріне күн, жұлдыз, найзағай, өзінен жарық шығарушы жәндіктерді жатқызуға болады екен. Дербес жарық шығару көздері негізінен үш түрге бөлінеді: жылулық, люминесценциялық және плазмалық. Және де осы сызбада көрсетілгендей мысалдарды дәптерімізге толығымен жазып отырамыз. Ережелерді, мысалдарды. Жасанды жарық көздері. Жасанды жарық көздері екіге бөлінеді: жылулық және люминесценцияланатын жарық көздері, яғни салқын жарық көздері. Жылулық жарық көздері өзінің атында тұр. Әртүрлі жылу шығарушы денелерден шыққан жарық көздері. Люминесценцияланатын жарық көздері де суретте көрсетілген өзіміздің күнделікті өмірде қолданып жүрген техникамыз жатады. Жарық сәулесі. Жарық сәулесі дегеніміз жарық энергиясының таралу бағытын көрсететін сызық. Жарық сәулесі толқын шегіне перпендикуляр жүргізілген және толқын ағынның таралу бағытын көрсетеді. Нүктелік жарық көздері. Нүктелік жарық көздері дегеніміз қарастырылып жатқан жағдайда өлшемдері иеленбейтін жарық көздері болып табылады. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы: жарық біртекті мөлдір ортада түзу сызық бойымен таралады. Көлеңкенің пайда болуы жарықтың түзу сызықты таралу заңына жатады. Жарықтың түзу сызықты таралу заңын грек философы Евклид ойлап тапқан екен. Яғни көлеңкенің пайда болуы жарықтың түзу сызықты таралуының негізгі дәлелі болып табылады. Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы. Жарық шоқтары ортада бір-бірінен тәуелсіз таралады.
көлеңке және жарты көлеңке. Көлеңке жарық сәулесі жетіп бармайтын аймақ. Яғни мына суретте көрсетілген көлеңкенің кескіні. Егер нәрсеге нүктелік жарық көзінен шыққан жарықты бағыттасақ, онда экранда анық көлеңке пайда болады. Нүктелік жарық көзі, объект көрсетілген және көлеңке көрсетілген. Жартылай көлеңкенің пайда болуы. Егер нәрсені нүктелік емес жарық көзінен шыққан жарықты бағыттасақ, онда экранда көлеңке және жарты көлеңке пайда болады екен. Күннің тұтылуы. Ай күн мен жердің ортасында орналасқан кезінде айдың көлеңкесінің жерге түсу құбылысы күннің тұтылуы деп аталады. Күннің тұтылуының қысқаша сызба нұсқасы мына суретте көрсетілген. Енді балалар, осы айтылған барлық ақпараттар бойынша видеоны тоқтатып отыру арқылы конспектті жазып аламыз. Жазып болғаннан кейін тақырып соңындағы, яғни параграф 36-дың соңында көрсетілген сұрақтарға жауап береміз. Ол сұрақтар 184-ші бетте оқулықта көрсетілген. Сол сұрақтарға жазбаша жауап береміз. Үйге тапсырма. Тақырыпты толығымен оқимыз, жаңағы берілген ережелерді жаттаймыз, сұрақтарға жауап береміз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.